Жаулыбай Сағымбайұлы Қаласов. Өмірдің ащы тұщысын ерте татқан, тағдырдың талайсынын қайыспай көтерген, адал еңбекпен рухани биіктігі өмірлік ұстамына айналған абзал тұлға еді. Ол 1940 жылдың 25 наурызында СССР-ның Ақтөбе облысы Шалқар қаласында дүниеге келді. Жастық шағынан ақ тағдыр тауқыметімен сыналып, ащы шындықтарға тап болды. Әкесі Сағымбай науқас кезінде Қызылорда қаласындағы ауруханада емделіп жатқанда 1943 жылы соғыс жылдарында қайтыс болады. Сол жылы оның анасы Меруерт Құлмырза қызы ауыр өндірістік апатқа ұшырап, екі қолынан айырылады. Сол сәттен бастап 3 кішкентай баланы, 11 жастағы Мәрзияны, 6 жастағы Шудабайды және 3 жастағы Жаулыбайды жесір және мүгедек анасы Меруерт тартуға мәжбүр болып, қиын жағдайға қалады. Бұл қиын кезеңде Меруерт әженің інісі Жүсіп Құлмырзаұлы Тілеуқұлов үй ісіне көмектесу үшін 14 жасында Шалқар депосына жұмысқа кіреді. Ол еңбек ақысынан алған пайызының дәл жартысын әпкесінің отбасына беріп отырады. Осылайша отбасының тұрмысы біртіндеп түзеле бастайды. Жаулыбайдың балалық шағы жоқшылықпен және өмір мектебінің ащы сабақтарымен өтті. Дегенмен ол тағдырға бағынбады. Шалқар қаласындағы номері 1 мектепте оқып жүріп, спортпен шұғылданып, түрлі жарыстарға қатыса отырып, ерлік жігерін шыңдады. Жасынан еңбекке ерте баурағанына қарамастан, өмірге деген құлшынысын жоғалтқан жоқ. 20 жасында Орынбор қаласына барып, сол кездегі темір жол саласына өте қажетті мамандық помощник машиниста білігін алды. Оқуын бітірген соң, туған өлкесіне оралып, темір жолшы мамандығы бойынша еңбек жолын бастады. 1962 жылы Кеңес әскері қатарына шақырылып, 3 жыл отан алдындағы борышын адал атқарып, отанына оралды. 1966-1967 жылдары Алматы қаласында машинист мамандығы бойынша кәсіби білімін тереңдетті. Оқуын аяқтап, елге оралған соң Шалқар локомотив депосында алдымен жүк, ал кейін жолаушылар пойызын жүргізетін машинист ретінде жемісті еңбек етті. Өз ісіне берілген, темірдей тәртіпті ұстанған Жаулыбай Сағымбайұлы әріптестерінің арасында зор беделге ие болды. Жауапкершілігі мен іскерлігінің арқасында ұжымының сеніміне бөленіп, локомотив депосының кәсіподақ комитетінің төрағасы болып сайланды. 1967 жылы өмірлік серігі Майрамен отау тігіп, бақытты отбасын құрды. Дәл осы жылы тұңғыш баласы, сүйікті қызы Айгүл дүниеге келеді. Кейіннен 1970 жылы олардың отбасына ұлы Темір мен 1980 жылы кенже ұлы Артур дүниеге келіп, шаңырақтың шаттығы одан әрі арта түсті. Жаулыбай Сағымбайұлы теміржол саласының көрнекті маманы болумен қатар,
әулетінің берік негізі болды. Ол тағдырдың соққысына мойымай, қиындықтар тауынан қаймықпай асып өткен нағыз батырдың жарқын үлгісі. Оның бойына қарапайым еңбекшінің қажыры, қазақ ерінің табандылығы мен ұлттық төзімділік сіңіп өскен. Қысқа өмір жолында ол өзіне жүктелген барлық міндеттерді абыроймен атқарып, артына өнеге болатын өмір ізі мен өшпес мұра қалдырды.